фестивальдың сапары. Содан кейін қалған сауалдарды жалғастыра кетеді дейміз. Әуелі не көрдіңдер, не білдіңіздер, қалай болды? Біресе баста? Ағаштың бойы дүзудің кегенде, мылтықтың бойы түзу темірінде. Жақсымен өткізген бір жарты сағат, жаманның өтіп кеткен өмірінде. Қыздар бұлбұл, жігітті бір күн сез өтіп кетеді екен. Бір апта сен жу, бір апта мен жуайында. Бір апта сен, бір апта мен бе? Жоқ, бір апта сен, бір апта мен. Жақсы. Дәулет, о не? Біз тыңдашы? Иә. Біз мәңгі бақи бірге тұрамыз ғой. Енді бір жыл сен жу, бір жыл мен жуайын, жарай ма? Бір жыл сен, бір жыл мен бе? Жоқ, бір жыл сен, бір жыл мен. Бар, рахмет. Ортасына береді. Ау, не істеп жатсыз? Жаман әдеттен үстіп қашып құтылып атыр, тастап атыр жаман әдетті. Қалайша? Былтыр темекімді осылай тастағанмын. Тоқымыңды тұздай құртайын. Тоқымы тұздай құртып атыр. Ай, отырыңызда ғой, әйелдердің қадірін білемейсіз. Әйел дегенді алақанға салып аяғын керек қой. Бұл сөзіңе мен... Ал енді көрермендер, заманның өмірдің ағымына байланысты күнде-күн заңдар өзгеріп жатады. Сол секілді әйелдер мен еркектер қауымы ақылдаса келіп, 7 жарғы шығарыпты. Бүгін құрметті көрермендер, сіздер осы еркектерге арналған 7 жарғыны ести аласыздар. Сонымен қалам алып экран алдына келе қойыңыздар. Қымбатты балалар, бізге қалалық оқу бөлімінен тексеруші апайлар келді. Гүлсім кәкім жағыңыздар. Сәлеметсіздер ме балалар? 5-ші әгірі. Тамаша, үлгілі, тәртіпті. Үлгілі тәртіпті дейсің ғой. Жақсы, ол үлгілі тәртіпті білім дәрежесін қазір сабақтың барысында қараймыз. Сабаққа қалай? Ең негізгісі сабақ білім. Шенден үздік ой. Шайқа қап немере? Сыртқа шыққың келіп тұр ма? Бар, шығып келе ғой. Шықпай. Тексеруші келгенде далаға шыққан жат емес па? Тақпа қайда? Айтпай-ақ, келесі жол айтасың. Жоқ, не? Қалай, үй жаман ба? Бір күнге сұранып келдім. Шешін. Өзіңді сағым. Менің рахметті гүліңе. Жүр кухняға кірейін. Жоқ, театр, жұмыстастарым келіп кетті. Жаңа ғана құттықтап шығып кетеді ғой, келіп. Қалай өзің? Бұған күнің жақсы өткізіп атсың ба? Жақсы өтті ғой. Сол мен де сұранып келдім өзіңе. Саған подаркымды көрсетейін деп едім ғой. Кім берді? Жаңа жұмыстастарым келді дедім ғой. Сол жұмыстастар. Сонымен біздің құрметті сүйкімді да сүйікті көрермендеріміз. Әр аптаның сенбісінде шайларыңызды қоюландыра ішіп, көңілдеріңізді жайландыра түсіп, бір апта бойы шаршағандарыңызды басайын деп телевизорды қосып қалсаңыз, Ақтөбе телеарнасынан екеуміздің өздеріңізге дайындаған әзіл сықақ тележурналын көре аласыздар. Нұреке, мына шай демекші осы шайды қалай қою қосқылқылы шығару керек екенін білесің бе? Бұл жағын мен білмеймін шынымен, қалай қойылады? Хабар соңында айтамын. Қалқамай, келші сәулем, елге ай,
менің жолдасым Кенжебек Шайқақов болса екеуміз істейді ғой, жұмыс істейді. Ол енді Ақтөбенің азаматы. Екеуміз сол өнер академиясында оқып жүрген кезде таныстық. Сол мен 4-ші курс оқып жүрген кезде тұрмысқа шықтым. Ол жұмыс істеп жүрді Алматыда. Содан диплом қорғау осы Ақтөбеге берілді маған. Группамызбенен осы Тахауи Ахтанов атындағы драма театрға келдік. Шүкіров бастаған. Сұлтанғали Шүкіров бастауыменен біздің кураторымыз бар Мұрат ағай. Барлығымыз келіп осы театрда 2 айдай тұрдық. Осы жерде дипломымызды қорғап, содан Кенжебек ошақтан Нұрлыбек ағайға жолығып, мен жұмысқа тұрып, содан ошақта қалып қойдық. Енді Сұлтекең келді де өздері кетіп қалды, Жібекті қалдырып кеткен екен. Рахмет. Ал енді Жібекжан, енді бізге де домбырады алып келгенсіз, мынау шай ішіп алғанша бір-екі ауыз өлең айтып жіберсеңіз, содан кейін әңгімені жалғастырамыз ғой. Шай ішіп отырыңыздар. Ой, байқа, қараш дейін бі. Ал енді Жұмысқа не төбеге шығып отыр керек па? Ана төбедегі моржа деген өлемені ғой. Бірі-бірі ұрлап кетпесін деп құшақтап отыр міне. Ауылдың жігіттері қазір ұрлап кетеді, сатып жіберді 70 теңгеден килограмм. Ауылда ұры көп. Сосын құрдастарым көрінбесін деген төбеге шығып көрініп отыр. Көрінгенде зап клуб деген төбеге шығып көрмейді. Енді қайда көрінеді? Клубтың сахнасында көрінеді. Сахнасына шығып көрмейді. Клубтың сахнасын тақтайларын деген әкім деген тауық қорағы. Тақтайлар қайда? Тақтайлардың бәрі шығып кеткен екен. Соны жаңадан алдырып, үсті салдырып, сырлатып, ленон түсетіп жатырмыз. Өтірік түседі. Леноным деймін, ағай. Леноным түсетіп. Алдында тұрған Құлагүл деген, Құдай сақтасын, Құлагүл не? Құлагүл деген ойбай. Құлагер деген жарқырап тұр. Клубтың аузын қылып салып қойшылар, отатасқан. Енді артында шорный хоттар содан кіреді. Концерт болып келді. Екеуміз есіменен қоянның құлағы ұқсап қалқиып тұра береміз бесіп, өстіп тұра береміз. Тұрмаймыз, Мен не істейміз енді? Қазір үйге барамыз, жатамыз, шай ішеміз, басын жейміз. Мен шай іше алмай жүр демесін. Адамдарың қайда? Адамдарың қайда? Кім адамды? Өбай Запқұловың қайда? Запқұлов. Запқұлов ән. Қайда? Құлыптың төбесіне қараңыз сол бар. Мына не істеп отыр? Түс! Ой, танымағансың. Ей, түс! Ой, сіз танымағансыз, сіз келмейді ол. Неге келмейді? Өлім жағдайы. Ай, әкелік, мұнда кел. Ай, мұнда кел, мұнда. Ай, мұнда кел деймін.
түсінді. Ма, көрінбей кетті ма? Бұлттың артында үйілген топырақ бар, соған секіріп. Аман болса келеді соған. Әді секірші деп топырағы үйіп қоясыңдар ма сол? Енді жерге секіреді. Өзі тамаша жер. Келеді. Бері келеді.